Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте ерекше дәмді пирогтың рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Алдымен ыдысымызға тоңазытқышта тұрған майымызды саламыз. Қатты жұмсақ емес, қатты мұздай қатып қалған емес, майымыз болу қажет. Үстінен қантымызды қосамыз. Кейін алдын ала електен өткізіліп дайындалып қойған ұнымызды қосамыз. Және де қамыр қопсытқышымыздан бір шай қасық қосамыз да ұнмен кішкене араластырып жіберіп, қамырымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай қолмен езгілеп шығамыз да барлығы біркелкі болып араласып құм сияқты болғанша жасап шығамыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай қолмен езгілеп, дәл осылай шашыраңқырап етіп құрғақтау болып тұру қажет. Дәл осындай масса болған кезде үстінен жұмыртқамызды қосамыз да қасықпен бір араластырып жіберіп, ары қарай қолмен қамыр етіп илейміз. Өзі қолға жабыспайтындай болып, масса болып қамыр болады. Ал егер кішкене жабысыңқырап жатқан болса, үстінен кішкене ұн сеуіп араластыруымызға болады. Бұл қамырдың бәрі жақсы жері мүлдем тоңазытқышқа, мұздатқышқа салып қойып, жарты сағат күтіп, олай тікте қажет емес. Бірден табаға салып пісіріп ала беруге болады, оңай жайылады. Мінеке қамырымыз осындай жұмсақ болуы қажет. Енді табамызды дайындаймыз. Менде осындай аста алынатын таба. Бұған май жағып қажет емес, өйткені жабыспайды. Қамырымызды үстінен алып, барлық жеріне бірдей келкі етіп жайып шығамыз. Шет-шетіне бортики жасап, бір тегіс болуы қажет. Енді начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін қолының творогын аламыз. Немесе дүкендікі де болады. Үстіне қантымызды қосамыз. Және де блендермен барлығы біркелкі масса болғанша езгілеп шығамыз. Енді үстінен бір ас қасық кукурузный крахмалымызды қосамыз. Кейін үстінен 3 ас қасық қаймағымызды қосамыз. Және де 2 жұмыртқа қосып, барлығын лопаткамен кішкене біркелкі болу үшін араластырып жіберіп, ары қарай миксермен біркелкі масса болғанша жақсылап бір миксерлеп аламыз. Мінеки начинкамыздың массасы дайын болды. Енді пешіміздің табасын аламыз. Және де оның үстіне бағана дайындап қойған қамырымыз салынған табамызды салып, үстінен начинкамызды құйып шығамыз. Начинкамызды лопатамызбен бетін тегістеп шығамыз. Барлық жеріне біркелкідей түсіп тұратындай етіп, және де астынан кішкене ұрғылап жіберсеңіздер де беті тегістеліп шығады. Енді консервіленген шабдалы дегеннен ішінен 2-3 штугын осындай бөліктер болады. Ішіне соны алып, видеода көрсетілгендей кесіп шығамыз. Және де бағана пирогымыздың үстіне видеода көрсетілгендей барлығын қойып орналастырып шығамыз. Дайын болған соң алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып, 30-40 минутта беті қызарып піскенше пісіріп аламыз. Мінеки біздің пирогымыз дайын. Менде пісіп, уже суытып қойдым. Енді бағанағы ыдысынан астынан көтеріңкіреп жіберсек, мінеки пирогымыз жабыспаған, барлығы бөлініп алынып шығады. Пирогымыз суыған соң тоңазытқышта 1-2 сағат ұстау қажет. Мінеки пирогымыз дайын. Өте ерекше дәмді, нәзік болып піседі. Сіздер де менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет.